Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін ерекше дәмді, миксерсіз, таразысыз жасалатын осындай өте дәмді пирогты жасаймыз. Мысалға, кейбір кезде бір тәтті шаймен тәтті нәрсе жегің келеді. Сол кезде жасалу жолы оңай. Осы рулетті жасауға кеңес беремін. Алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет. 3 жұмыртқаға шым-шым тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап шайқап аламыз. Миксердің қажеті жоқ. Венчик болмаса, тіпті қасықпен араластырып алсаңыз да болады. Осылай жұмыртқамыз жақсылап езілгенше араластырамыз. Келесі кезекте алдын ала екінші ыдысқа 4 ас қасық сгущенкамызды саламыз. Сгущенка негізі тәтті, қымбат түрінен болған жақсы, сол кезде рулетіңіз дәмді болып шығады. Бұл рулеттің ең басты ерекшелігі, оған қанттың орнына біз сгущенканы қосамыз. Осылай мінеке жақсылап барлығын енді араластырып болғаннан кейін бір ас қасық кез келген пайыздағы қаймақты қосып, оны да араластырамыз. Қаймағымыз жақсылап езіліп болғаннан кейін келесі кезекте иісі жоқ өсімдік майын қосып, тағы да араластырамыз. Описание бөлімінде қыздар барлық ингредиенттерінің құрамдары жазулы тұр. Сол бөлімге өтіп, астына өтіп қарасаңыз болады. Енді ең соңында 6 ас қасық ұнымызды, жарты шай қасық қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Мен қопсытқышты бірден ұнға салып жібердім. Мінеки бізде осындай өте әдемі масса пайда болады. Енді осы массамызға әдемлетіп табаға бір келкі етіп жайып шығатын боламыз. 180 градуста беті қызарғанша 10-15 минут пісіреміз. Рулетіміз піскенше енді арасына жағатын кремін әзірлейміз. Ол үшін бізге 20%-ық 3 ас қасық қаймақ қажет болады. Арасын әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Сгущенканың қоюлатылған түрін жақсаңыз да болады. Немесе мен сияқты осы кремді жасауға да кеңес беремін. Енді одан кейін 2 ас қасық смородинаның вареньесін қостым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Кез келген вареньені қосуға болады. Егерде тәтті болғанын қаласаңыздар, онда вареньенің қою джем түрінен бір 3-4 ас қасық қоссаңыз да болады. Мінеки жақсылап барлығын араластырып аламыз. 10 минутта рулетіміз пісті. Осылай видеодағыдай көріп тұрғаныңыздай қып-қызыл болып пісіріп алғаннан кейін, енді ыстықтай күйінде осылай орамалға орап аламыз. Сол кезде қазір бізде суығаннан кейін рулетіміз жақсы оралатын болады. Бір 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін мінеки ашқан кезде біздің рулетіміз осылай әдемі етіп оралып тұрады. Енді рулетіміздің арасына дайын болған вареньемізді жан-жағына бір келкі етіп, жақсылап барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Сонымен қатар достар, менің YouTube каналымда одан да күшті рецепттер бар. Каналыма тіркеліп қарасаңыздар болады. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыздар, қандай да бір жаңа рецепт шықса, міндетті түрде сізге хабарлама келетін болады. Енді дайын болған рулетіміздің екі жағын артық жерлерін кесіп тастап, тоңазытқышқа бір 10 минутқа алып қоямыз. Рулетіңіздің бетін әртүрлі етіп әрлесеңіз болады. Осылай мен шоколадты ерітіп, бетіне осындай узорларды жасадым. Одан кейін барлығын жақып болғаннан кейін қайтадан тоңазытқышқа 15 минут қалып қоямыз. Мінеки достар, рулетіміз дайын. Рецепт ұнап жатса барынша мені қолдап лайк басып, комментарийға өз ойыңызды жазсаңыздар. Ас болсын!